Түліктің белгісі. Кешірімді болу осалдық емес. Өзгенің алдында жеңілу де емес, ол ұлы қасиет. Барлық адам қателеседі, бірақ қателесушілердің арасында ең жақсысы өз қателігін мойындап тәубеге келгені. Кешірім әділдікті аңсайтын жандар үшін ұшы мен қиыры көрінбейтін ну орман секілді. Жаман ісі үшін жауап бермей кететіндігінің өзі жанға жара салады. Біз барлығының әділ болғанын, әркімнің сыбағасы өзіне тигенін қалаймыз. Біз сезінген сатқындық сезімін олар да сезінсе екен дейміз. Бірақ осының барлығы дұрыс па? Бір сәтке ойланып көріңізші, мұның кімге пайдасы бар? Өзгені кешіру өзімізге сатқындық жасап, рухани құндылықтарымызды аяқ асты еткендей болып көрінуі мүмкін. Әділдік үшін күресте жеңілгіңіз келмейді.